ер жігіттің қарым-қатынасқа дайын еместігін білдіретін себеп. Қарым-қатынастағы жігіттің басты қасиеті әйел үшін өзгеруге бейімдігі. Егер ер адам өзгере алмаса, өзгеруге дайын болмаса, қарым-қатынасқа дайын болмаған, қарым-қатынасқа жарамсыз. Жас өспірімдік психологиядан өспей қалған еркектер насихаттайтын бүтін бір идеология бар. Әйелмен келісу, оған бағыну деген сөз. Тек қатынжан еркектер бағынады. Әйелді басынан қатал ұстау керек. Әйелдер билеп төстейтін авторитарлы, қатал еркектерді жақсы көреді. Оған еш нәрседе жол берме, қысым жаса, бақыр, қорқыт, сонда нағыз еркек боласың. Нағыз альфа еркек атанасың дейтіндер бар. Құмсалғыштың ішінде ойнап отырған бала-шағаның ортасында альфа еркек атану оңай, әрине. Өзіңнен әлсіз жаратылған әйел затын қорқыту дегеніңе көндіру оңай. Бәлкім көртышқан сатып алып, өзіңе киелі рех жасап аларсың. Мұндайға күлкім келеді. Неге еркек өзгеру керек? Себебі бұл әлсіздерді қорғайтын мықтылардың өмірлік ұстанымы. Әлсіздерге қоқаң-лоққы көрсетіп, кемсіту мен қысым жасау зорлық, зомбылық деп аталады. Сүйекке таңба. Мықтылармен байланысуға бейімсіз қорқақтардың әрекеті. Мықты азамат әйелі мен балаларын сыйлайды, құрметтейді, оларға қамқор болады. Қамқорлық жасау үшін өзгеруге тура келеді. Егер адам ит сатып алса, ертеңді кеш оны сыртқа шығару тиіс. Өзіне баулуы, мал дәрігеріне көрсетуі, дұрыс тамақтануын қадағалауы керек. Ерекше зейін бөлесің, күн тәртібің өзгереді, иттің мінез құлқын зерттейсің. Қолыңа түскенің бәрі де сол, көлік, мотоцикл. Әйел ерекше, нәзік нысан. Ол ит емес. Тіпті мотоцикл де емес. Әйелге уақыт пен күш қайратың көбірек кетеді. Оның психологиясын зерттеуіне әлде қайда көп уақыт кетеді. Мұның бәрі сен өзгертеді. Әдеткі күн тәртібіңді өзгертесің, бұрынғының бәрі жарамсыз болады. Бойдақ күнге ережелер қоқысқа кетеді. Өміріңе әйелді енгізіп, оған уақыт бөлмей қоятын болсаң, ит сатып алып, оған тамақ бермей қойғандай ма? Сонда сен қандай адамсың? Ал отбасы құру үшін ниет бүтін болу қажет. Ер азамат қаржылайды, психологиялық тұрғыда да дайын болуы тиіс. Азамат атану керек. Азамат деген өзінің өзімшілдігін ет жақын үшін аяқ асты етуге дайын адам. Сондықтан нағыз азамат әйел үшін өзгеруге бейімді адам. Махаббат үшін өзгеретін адам. Қыздар үшін өзгермейміз деп есеймеген ұлдар айғайласа да, сабырлы ер жігіттер. Еркек деген өзінің ет жақынына қамқор болатын азамат екенін біледі. Қамқор болу өзгеруге бейімді болу деген сөз. Автор психолог Александр Шахов. Аударған Шынар Әбілді.